Тойың құтты болсын. Рахмет. 5000 теңге. Қайда 5000 теңге арқантарды тоқтатып алып, ондай заң жоқ қой айналайын. Айналайын, бұл ежелден келе жатқан қазағымыздың заңы, бұл дәстүр айналайын. Рахмет. Арқан тосу дейсің. Не? Не? Қоссайсы әлі? Братан, көріп тұрсың ғой, сәл қоссам кортежде джиппен келетінін көріп тұрсың ғой жағдайды. Енді сен де көріп тұрсың ғой жағдайды. Қарсен, арқанда 1500 теңгеге алдым мен. Лентаң қанша қалдың арқай? 500 теңге. 2000 теңге. Тем более ана повороттан жаңа бұрылғанда поворотын жақпадыңдарсыңдар. Енді братан, өзің үйленген жоқсың ба? Үйлендік бізде, бірақ ол кезде біз газ пешаттермен жүретінбіз. Мынандай жағдай жоқ бізде ол кезде. Жарайды. Неңіз. Сәл қосса. Братан, қосады іштеу жүр. Қайдағы итак мынаның екі жеңгесіне тонап келе жатырмын. Екі қалдан бірден сыпырып алды. Ойбай, не болды мен жеңгеме сонша әңгіме айтып? 2000 теңге беріп едім, соған да тон алып қалдың ба? Біле білсең, бұл дәстүр. Қайдағы дәстүр, біреудің қалтасына қос алу таза қылмыс. Арыз жазасың ба? Кімге? Жеңгелеріне. Жоқ, Аға, сіз неге біздің ортамызға от салып тұрсыз? Ешкім сенден орталарыңа от сап тұрған жоқ. Мен ары кетсе айыппұл салам. Аға, айыппұл салмай-ақ қойыңызшы. Неңіз та? Берме! Неге? Менің жеңгеме бермегенді мыналарға қиып тұрсың ба? Ойбай, сен жеңгелеріңмен біздің қай жерімізге ме айналайын? Вот, именно шешелеріңіз кем емес. Мынаң жеңгелеріне сіздер 2000 теңге артық алып тұрсыздар. Әркім өз шамасына қарай береді ғой, не? Сен вообще араласпашы. Ойбай, той сіз жүргізесіз ба? Кім? Мынау? Жоқ, енді бір үйден бір гайы сөйлесе жетеді ғой. Білмеймін ғой, тамада ұқсап, кім сөйлейтін шешіп тұр ғой. Араласпай отыршы сен. Араласам, мен де осы отбасының бір мүшесімін, араласам. Араласпа, енді араласатын болсаң, қазір мен сені қайтадан апарып тастаймын. Ал апарып тастал онда. Апарып тастаймын. Аға, бұрыңыз жігіттер, кет. Біз үйленбейтін бол. Апарып тастал. Үйленбейтін болыңдар ма не? Үйленбейміз бұл. Ақша же.